15 жыл бұрын жоғалған жігіт түн ішінде үйіне қайта оралды. Жаңа детектив әңгіме. Ол өзін сол үйдің баласымын деді. Жоғалу, жұмбақ жігіт, ауыл құпиясы, детектив, оралған, реализм, 18+, интригалы әңгіме. Кешкі сағат 8:30. Ауыл іші тып-тыныш. Жаңбыр жаңа ғана басылып, ауада топырақ пен шөптің иісі сіңіп тұр. Қараңғы көшеде бір бейтаныс жігіт баяу келе жатты. Үстіндегі күртесі ескілеу, бірақ таза. Басына киген капюшоны көзін көлеңкелеп тұр. Қолында жартылай қираған көне сурет. Ауылдың кіреберісіндегі тақтайшада жаңа шуақ ауылы деген жазу әрең оқылады. Жігіт ақырын күбірлейді. Осында бәрі басталған. Ол ауылдың ішін біраз аралап, ескілеу үйдің алдына келеді. Үйдің қабырғасы сылақтан айырылған, есіктің іргесінде қураған гүл салғыш тұр. Қақпаны жай ашып, ішке енеді. Есікті қаққанда, іштен орта жастағы әйел шығады. «Иә, балам, кімді іздедің?» Жігіт үндемей тұрады. Сосын тік қарап. Мен осы үйде өскенмін». Әйелдің жүзі қарып кеткендей құбылып кетті. «Не? Сен не деп тұрсың?» «Бұл менің үйім. Біз мұнда 10 жылдан асты тұрып жатқанымызға». «Жоқ. Бұл үй менің әке-шешемдікі болған. Мен балалық шағымды осында өткізгем». «Қателесіп тұрған шығарсың, балам. Бұл үйді біз қаладағы туыстардан сатып алғанбыз. Бұрын бұл үй иесіз болған. Жартылай қирап тұрған». Жігіт үйдің кіреберісіндегі бағананы сипалап, «Мұнда кішкентай шегемен жүрекше ойып жазған едім. Менің атым Бекжан». Әйелдің көзі үлкейіп кетті. Сәл артқа шегінді. Үйдің ішінен ер адам шықты. «Не болды, Гүлназ?» «Бұл жігіт. Бұл үйде өскенін айтады. Аты Бекжан екен». Ер адам сәл кібіртіктеп тұрып қалды. Сосын, «Бекжан десең?» Ол басын изейді. Бұл үйдің бұрынғы иесінің баласының аты да Бекжан болған. Бірақ ол 15 жыл бұрын жоғалған. Сол кезде 8 жаста еді. Орман жаққа ойнауға кеткен. Содан бері еш хабар болмаған. Жігіт күліп жіберді. Бірақ күлкісінде жылылық жоқ. «Мен сол Бекжанмын». Осы сәтте музыка ауысады. Камера жігіттің көзін жақыннан көрсетеді. Көзінде бір түрлі бостық. «Қалайша? Сыртың ересек адам. Бірақ 15 жыл. Жоғалған бала тірі келген бе?» Ауылда аңыз бар еді. Ол түні біреу кеткен жоқ, қайтып оралған еді. Бекжан иығын көтерді. Басында бірдеңе болған сияқты. Естеліктер жыртылып қалған. Бірақ осы ауыл бұл үй мені қайта тартып тұр. Әкім көзін сығырайтып қарап қалды. «Сенің жоғалғаныңа ауылдағылар куә. 2009 жылы үлкен іздеу болған. Сені орманнан, өзеннен, тіпті көрші ауылдан да іздеді. Бірақ таппадық. Кенет оралдың. Және өскенсің. Бұл мүмкін емес секілді». Бірақ ол үстел тартпасын ашып, ескі папканы шығарады. «Мынау сол кездегі іс. Суреттер бар. Жоғалған кездегі фотоң». Бекжан суретке қарайды. Кішкентай бала. Қасында әкесі мен анасы. Ар жағында дәл сол үйдің ауласы. «Бұл мен». Әкімнің дауысы күмәнмен шығады. «Атанаң қайда?» Бекжан үндемейді. Қолын жұдырыққа түйіп отырады. Кенет екеуі де түсіме кіреді. Бірақ өңдеріне қарай алмаймын. Беттері бұлдыр. Сол кезде есіктен ауыл тұрғыны, зейнеттегі ұстаз Ұмытбай ата кіріп келеді. «Шақырыңдар дедіңдер ме?» «Әкім». «Ата, есіңізде ме, 2009 жылы жоғалған Бекжан бала бар еді ғой?» Ұмытбай ақсақал жақындап. «Қалай ұмытайын, шырағым? Сол бала жоғалған соң шешесі бір айдан кейін у ішіп қайтыс болды. Әкесі 1 жылға жетпей аурудан кетті. Екеуі де соңына дейін біздің баламыз тірі келеді дей берді». Сол сөздері есінде. Ол Бекжанға ұзақ қарап тұрып. Көз қарасы дәл сол бала. Бірақ не? Бірақ тірі адам 15 жыл бойы қайда болды? Ауыл ішінде сені біреулер ұрлап кеткен деген әңгіме де болған. Кейбірі тіпті, бұл бала ешқашан бұл ауылда болмаған деді. Бекжан күрсінді. «Мен қайда болғанымды білмеймін.
Бірақ мені біреу әдейі ұмыттырған сияқты. Жадымда бос кеңістік бар. Тек сол үй, сол аула ғана нақты. Сол түні ауыл чаттарында бір видео тарады. Кешке қарай әлгі жігіт өз үйінің алдында отырған. Бір кезде өзінен өзі орнынан тұрып, артқы сарайға қарай беттеді. Қолында шеге. Қабырғаның бір жерін ашты. Ішінен көне ойыншықпен күліп тұрған фото. Сол фотоны көрген көршілердің бірі. Бұл бала арасында біздің Бекжан сияқты. Бірақ ол кезде ондай ойыншықтар болмаған. Бұл жаңа. Бұл сұрақ ашық қалды. Фотодағы әйел менің анам емес. Фото жұмбағы, ескі сарай, жасанды ес, манипуляция, ауыл сыбыры, нағыз шындық па, психологиялық детектив. Сол түн. Бекжан сарғайған фото мен ойыншықты ұзақ қарап отыр. Фото нақты сол үйдің ауласында түсірілген. Қасында бір әйел жылы жүзді, ақ көңіл көрінеді. Бірақ бұл менің анам емес, деді ақырын. Сол сәтте үй иесі Гүлназ кіріп келеді. Қарашы, анаң емес дейді. Ал фото сол сарайдың тереңіндегі ескі құбырдың ішінен шықты. Бәлкім біреу әдейі қойып кеткен шығар. Кім? Неге? Мен өзім де түсінбеймін. Келесі күні ауылдың сыртында тұратын Әбілқайыр атай шақыртады. 90-ға келген шалы бар ауылдың көбісі есі дұрыс емес деп ойлайды. Бірақ оның айтқандарын тыңдамайтын адам жоқ. Бекжан келгенде шал тік қарады. Балам, ана көзқарасты ешкім еске түсіре алмайтын еді. Көзім көріп тұр, бұл сенсің. Бірақ, тағы, бірақ, сен баяғыда жоғалдың. Ешкім сені таппады. Бірақ менің әйелім сол жоғалған жылы бір оғаш жағдайға куә болды. Не жағдай? Ол кезде бір түн ішінде ауылдың үстінен тікұшақ ұшып өтті. Бірақ ресми ешкім ештеңе айтпады. Ертеңінде ауылдың шетінде бір қара көлік тұрған. 3 ер адам орманға кіріп кеткен. Сол күні сен жоғалған күн еді. Бекжанның көзі бақырайып кетті. Менің жоғалуым кездейсоқ емес пе сонда? Шал басын изеді. Ештеңе кездейсоқ болмайды. Сол түні Бекжан қайта сарайға барды. Сарайдың бір қабырғасын ақырын түртіп еді, ішінен дыбыс шықты. Сырықпен түртіп ашса, артында темір сандық. Құлыпталған. Оны ашып үлгермей жатып, біреу арт жағынан: Сен бөтенсің. Сен бұл ауылға қауып алып келдің. Неге олай дейсіз? Себебі сен қайтып келген күніңнен бастап бәрі өзгеріп жатыр. Мысықтар жоғалды, құдықтағы су бұзылды, ал бүгін менің келінім есінен айырылды. Сен бұл жерден кет. Ертесіне полиция келді. Себебі ауыл әкімі бөтен адам ауылды адастырып жатыр деген арыз түсірген. Атың кім? Бекжан. Жеке куәлігің бар ма? Жоқ. Жарайды. Саусақ іздерін алайық. Сол сәттегі қысқа үнсіздік бәрін өзгертіп жіберді. Полиция рацияға қарап: Тоқта. Бұл адам бұрын тіркелген. Бірақ аты Арсен қалада тіркеуде болған. 4 жыл бұрын есте сақтау қабілетін жоғалтқандар клиникасында жатқан. Барлығы үнсіз қалды. Бекжан ақырын ғана: Демек мен Бекжан емеспін бе? Менің есім Арсен, бірақ неге мен Бекжанның өмірін білем? Жалған естелік, клиника, жоғалған бала, естелікті отырғызу, манипуляция, шындықпен өтірік, детектив. Ауылдық амбулаторияда. Бекжан. Енді Арсен, ол ұзақ үнсіз отыр. Қолында өзінің саусақ ізіне шыққан құжат. Арсен Нұрланұлы 1996 жылы психоневрологиялық клиникада 2014-2019 жылдары ем алған. Диагноз: амнезия, идентификация бұзылысы. Дәрігер терең күрсінді. Арсен, сені біз клиникадан жақсы білеміз. Сенің ең ауыр күнің 2014 жылы еді. Бір апаттан кейін сені жолдан тауып алған. Есіңде ештеңе жоқ болатын. Бірақ қызығы, сен бірден: менің атым Бекжан, мен ауылда өстім дедің. Бірақ мен ол есімді қайдан білдім? Бұл ең маңызды сұрақ. Саған біреу бұл есімді отырғызған болуы мүмкін. Жасанды естелік. Бұл жағдайлар кейде арнайы жасалады. Психологияда бұл ендірілген естелік деп аталады. Кешке ауылда тағы да қозғалыс.
Бекжан Арсен бұрынғы тұрған үйдің астындағы сарайда табылған сандықты ашады. Құлып енді ашық. Ішінде 4 зат. Бірінші ескі кассета. Екінші кішкентай баланың көйлегі. Үшінші қоңыр дәптер. Төртінші бір шприц. Дәптерден үзінді. Жобамыз сәтті жүріп жатыр. Бала әлсіз, бірақ көнгіш. Енді оған жаңа өмірді көрсете бастаймыз. Нәтижесі 6 айдан соң көрінеді. Бекжанның жүрегі шым ете қалады. Бұл мен туралы ма? Кассетаны көрші ауылдан ескі бейнемагнитофон тауып тыңдайды. Арсен, егер сен бұл дауысты естіп жатсаң, бұл естеліктер саған жат. Бұл сенің өмірің емес. Бірақ сен оны сену үшін таңдалдың. Себебі сенде бір нәрсе бар. Жоғалған Бекжанды ешкім таба алмады. Бірақ сен соның орнын басуың керек болғансың. Сол сәтте көз алдына ескі суреттер, түсініксіз беттер, қатты жарықтар елестей бастайды. Мені біреулер Бекжан бол деп тәрбиелеген бе? Бекжан есін жоғалта жаздағанда бір есік ашылады. Кіріп келген бір әйел. Жасы 50 шамасында. Қатты жылағаннан көзі ісіп кеткен. Қолында дәл сол сурет. Бұл менің балам. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Мен Бекжанның анасы болдым. Бірақ сен менің ұлым емессің. Бірақ мен сені бір рет көргенмін. Клиникада мен сені іздеп барғанымда, сен менің балама ұқсайсың деп едіңдер. Арсен тұрып кетеді. Егер мен Бекжан емес болсам, неге оның бүкіл өмірін білетін сияқтымын? Не үшін? Әйел көзіне жас алып, себебі сен бір жобаның құрбанысың. Қандай жоба? Бұл ауылда бір құпия бар. Бекжан жоғалған жоқ. Оны біреулер алып кетті. Бірақ сенің оралуың кездейсоқ емес. Шын Бекжан қайда? Шындықтың ашылуы, мемлекеттік жоба, жоғалған бала, орынбасар тұлға, естелікті отырғызу, 18+ детектив финалы. Ауыл шетіндегі бұрынғы медпункт. Бұл ғимарат көп жылдан бері жабық. Ешкім кірмейтін. Тек бір адам, ауылдың бұрынғы фельдшері, осы жерге түнде жиі келіп жүргені жақында белгілі болды. Арсен мен Бекжанның анасы бірге кіріп көреді. Іште ескі құжаттар, зерттеу құралдары, шприцтер, жертөле есігі. Төмен түсіп, қалың шаң басқан папкаларды ақтара бастайды. Бір парақ көзге түседі. Нысан нөмір 4, Арсен, профиль, есте сақтау қабілеті зақымдалған. Бекжанның балалық суреттері мен дауыстары 6 ай бойы сіңірілді. Мінезіне ұқсас етіп бейімделді. Есін толық өшірген соң қайта ауылға қайтарылады. Жоба мақсаттары: қоғамның жоғалтқан бейнесін қалпына келтіру мүмкін бе? Арсен оқи алмай қалды. Мен тәжірибе болдым ба? Кенет жертөленің түкпірінен бір дауыстар естіледі. Ескі теледидар істеп тұр. Экранда баланың бейнесі. Тікелей эфир сияқты. Камера қозғалады. Бұл қайда түсірілген? Бұл тірі. Екеуі монитордың астындағы қосалқы дискіні тауып алады. Ішінде бейне жазбалар бар. Бірінде 10 жасар Бекжан байланған. Жанында бетперде киген ер адамдар. Бекжан, сенің атың енді Арсен, бүгіннен бастап сен бұл есімді ұмытасың. Бекжан жылайды. Бірақ үнсіздікке көміледі. Келесі видеода сол бала өскен. Бірақ жат жерде. Тәртіппен, бұйрықпен өмір сүрген. Арсен тізерлеп отырады. Демек, мен ешкім емеспін. Тек біреудің өмірін жамылып өмір сүрдім бе? Сол кезде жертөленің арғы жағындағы темір есік ашылады. Ішінен нағыз Бекжан шығады. Сұп-сұр, әлсіз. Көздері жанып тұр. Бірақ үнсіз. Арсен есеңгіреп қалады. Сен менсің. Бекжан тіл қатып. Сен менің орнымды алдырып, мені бұл жерде ұмыттырдың. Арсен кері шегінеді. Мен сені алмадым, менің де таңдауым болған жоқ. Сол түні полицияға анонимді хат жолданады. 2009 жылы жоғалған бала тірі. Ол ауылдың астындағы жертөледе қамалған. Арсен тәжірибе нысаны. Бұл экспериментті жүргізген топ, ауылдың кейбір адамдары мен белгісіз клиника өкілдері. Бір аптадан соң ауылда арнайы тергеу басталады. Бекжан қалпына келе бастайды. Арсен ешқайда кетпейді. Ол жаңа өмірін жалған естеліктерден құтқарып, шын бейнесін табуға бел буады.
Кейде біздің басымыздағы естеліктер өзімізге емес, біреуге керек шындық болуы мүмкін. Ал шындық әрқашан ауыр. Бірақ жалғыз шындық қана адамды бостан ете алады. Арсен. Финал. Бұл шынайы, ауыр, реалистік, есікті ашық қалдыратын оқиға. Психология, интрига, мемлекеттік құпия, моральдік драма бәрі бар.